Сүгір Бегендігұлы атындағы номер 4 жалпы білім беретін мектептің 7 А сынып оқушысы Мұстахима Көркем. Таза ауаға кешегі кім шанады, түтін тұман аспанды тұмшалады. Кір шалады қанатын аққулардың, сон ойласам көңілім кір шалады. Деп ақын аталарымыз жырлағандай, туған өлкемнің табиғаты мен тазалық экологиялары атты зерттеуімді бастаймын. Жерде өндіріс ошақтары мен қарапайым адамдардан шыққан түрлі қоқыс ешқандай електен өтпесе, ашық алаң қайдан сақталып келеді. Ал сырттағы қалдықтар 100 есе көп екені бәрімізге мәлім. Сонымен қатар мамандар сұйық өнеркәсіптің тұрмыстық қалдықтар мен топырақ және өсімдік қабатын, жер асты сулары, улы заттарды жоғары деңгеймен концентрациялау. Сол себепті қоршаған ортаны қадағалау, оның заңға сай белгілі орындарға төгілуі және тазалық ұйымдастыруы маңызды. Біздің еліміздегі экоқалдықтардың проблемаларын қалай шешуге болады және де Қызылсай ауылында жылына неше тал егіледі? Енді бұл экоқалдықтар дейтін жалпы әлем бойынша бас ауыртатын мәселелердің бірі ғой енді. Қазіргі таңда біздің экоқалдық төгетін орнымыз Қызылсай ауылынан 40 шақырым жерде орналасқан. Соған арнайы өзінің жеңімпаз мекемесі бар, ауыл тазалайтын. Солар өзінің күнделікті техникасын бөліп, ауылдан шыққан қалдықтар сол арнайы орынға төгеді. Сонымен қатар ауылда, Қызылсай ауылында қазіргі таңда 2500-дің үстінде тал бар. Сосын биылға жоспарымыз бойынша осы Ұзақбай жырау мәдениет үйінің алдында 200 тал отырғызу жоспарымыз да бар. Сосын өсуін тоқтатқан жасыл желектердің орнын ауыстырып, орнына жаңа жасыл желектер орнатамыз жыл бойынша. Енді жылына 6 ай дейміз ғой, көктемнен күзге дейін аптасына 3 рет суару жұмыстары жүргізіледі. Тек қана 30% ғана көгалдандырылған, ал қалған 70% көгалдандырылмаған. Сөздің шындығына келгенде, табиғаттың тазалығына аса қатты мән бере бермейміз. Өйткені қоқыс жәшікке түссе түсті, түспесе қоқыс тазалап алушылар алып қоя салар деген салақтығымыздың кесірінен табиғатымыздың жағдайы күрт өзгеруде. Айта берсек себеп көп. Сіздердің ойларыңызша бұның барлығын үндеу етіп тастау қажет пе? Әлде шет мемлекеттер секілді зауыттарды көбейтіп, табиғаттың экологиясына мән беруіміз қажет. Және де ең басты айта кететін жайт, 2025 жыл мен 2034 жылдар аралығында зауыттар шығарылмаса, біздің Қазақстан еліміз қоқысқа әбден айналып кетуі мүмкін.